Баршаларыңызға ассалаумағалейкум. Бұл видеода қызылша жемісінің адам ағзасына шипа болатын емдік қасиеттерін білетін боласыздар. Құрметті оқырмандар, қазақша арнаға қолдау білдіріп, арнамызға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Сіздердің кішкене ғана әрекеттеріңіз бізді шабыттандырып, қуантады. Видеоны соңына дейін көріңіз. Қызылша жайлы сіз естіп білмеген ақпарат болады деп сенемін. Қызылшаны сүйіп жейтін адамның жалпы портретіне назар салайық. Ол ақылды, себебі қызылшада йод көп, ал онсыз есте сақтау қабілетінің жақсы, ой өрісі мен зейіннің жоғары болуы мүмкін емес. Беті алқызыл, себебі қызылша темірдің сіңуіне әсер етеді. Сондықтан қызылшаны ұнататын жандардың бет әлпетінің бозарғанын байқамайсыз. Қызылша адамның физикалық төзімділігін арттырады екен. Ғалымдар қызылша шырынының қан тамырларды кеңейтіп, қан тарауын күшейтетін дәлелдеген екен. Демек, бұлшықеттерге ауа түсуін арттырады. Мамандар тәжірибе жүргізіп, жаттығу алдында 70 мл қызылша шырынын ішу денеге түсер салмаққа төзімділікті 16%-ға ұлғайтатынын анықтаған. Қызылшаны сүйіп жейтін адамдардың шашы жылдам өсіп, қалыңдап, жылтырай түседі. Оған қызылша қабығының астында көп мөлшерде кездесетін В дәрумені ықпал етеді. Қызылшада бұлшықет массасын арттыруға көмектесетін магний мөлшері бар. Қызылша құрамында азат алмасуын жылдамдатып, артық сұйықтықты шығарып, артық салмақтан арылуға себін тигізетін ерекше заттар кездеседі. Қызылша қандай ауруларды жазуға көмектеседі? Қан қысымын реттейді. Зәр айдайтын әсеріне байланысты қызылша шырыны қан қысымын төмендетеді, ал құрамында көп мөлшерде кездесетін кальций себепті қызылша жүрек ауруларынан зардап шегетін адамдардың ас мәзірінен табылуы тиіс. Іштің қатуын реттейді. Қызылшадан жасалған тағамдарды іш жүргізетін құралдарға балама ретінде қолдануға болады. Бірақ қызылша шырынын пайдаланғанда абайлаңыз, нәтижесі сіз күткеннен де артық болуы мүмкін. Бас жазады. Қою қызыл көкөніс бауыр қызметін жақсартып, оны улы заттардан қорғап, организмнен зиянды заттарды шығарады. Жер жаһанды өзінің қанық түсімен бүлдіріп жүретін біріміздің сүйікті, енді біріміздің ауызға ала алмайтын көкөністеріміздің бірі қызылшаның құпиясын бірге ашайық. Тарих беттеріне көз жүгіртсек, жабайы қызылшалар ежелден бері адамзаттың сенімді серігінің рөлін атқарып келеді екен. Біздің заманымызға дейінгі 2000-1000 жылдары қызылшаның жапырақтары көкөніс ретінде және әртүрлі ауруларға шипа болатын дәрі ретінде пайдаланып келінген. Қызылша аты аталатын ежелгі құжат ретінде Вавилон патшасы Меродах Баладанның бақшасында егілетін өсімдіктердің тізімінен атауға болады. Көп ғалымдар қызылшаның отаны Вавилон деген қорытынды жасап жатады. Аталған жазбада қызылша жергілікті көкөніс емес, Сириядан әкелінген деп айтылады. Бертін келе қызылша Азия халықтары мен жерорта теңіздеріне таралып кетеді. Халық медицинасында дәрі-дәрмек ретінде қызылшаның жапырақтарын ғана емес, тамырларын да пайдаланылғандығы Гиппократ және Аристофан еңбектерінде дәлелденген. Қызылшаның құрамында көмірсулар, жасынок, калий, фосфор, кальций, магний, темір секілді көптеген дәрумендер бар. Жинап алған бойда пісірген қызылшаның емдік қасиеті бар. Ол жасы ұлғайған, гипертониямен және бауыры ауыратын, іші қатқан адамдарға өте пайдалы болып келеді екен. Қызылша көп қайнатуды қажет етеді. 2-3 сағат көлемінде оны қайнатып, тез пісіру үшін 1 сағат қайнатылған оттан алып, суын төгеді де 10 минут үстінде суық су ағызып қояды. Ал салат немесе винегрет жасау үшін оны щеткамен тазартып, суық сумен жуып, қабығымен қайнату керек екен. Қызылшаны асқа пайдалану біздің сүйектеріміз бен тістерімізге пайдалы әсер етеді.
бұл оның құрамындағы кальцийдің арқасында болады. Оның жетіспеушілігі тіс жегіге, мешел ауруына, сүйек кеуектенуіне және балалар бойы өсуінің бұзылуына әкеліп соғуы мүмкін. Сондай-ақ қызылша ағзаны тазалайды, шаршағанда басады, қаназдықтың алдын алады, қатерлі ісіктен қорғайды. Әсіресе қызылша шырынының пайдасы ұлан асыр болып келеді. Қызылша шырынымен бәріміздің күрделі мәселеміз саналатын баспа ауруын, ангина, емдеуге болады. Ол үшін бір стақан қызылша шырынына бір ас қасық балды қосыңыз да, дайын болған қоспамен күніне 6 рет тамағыңызды шайыңыз. Қызылша шырыны өт жолдары мен ішектерді тазартып, асқазанды емдейді. Асқынып кеткен жаралар мен өзге де қабынған теріні таңып тастауға болады. Егер қызылшаға сәбіз бен қара тұрыптың шырынын араластырып ішсеңіз, онда қаныңыз көбейіп, теріңіз тегістеліп, бетіңіз жылтырлап шыға келеді, әрі қуатыңыз да артады. Қызылша миды жасартады. Жас ұлғайған сайын адамның миы шаршап, өзінің жұмысын қалыпты жүргізе алмайды екен. Осы кезде есте сақтау қабілетінің нашарлауы, ұмытшақтық секілді жайсыздықтар пайда болады. Ал мұның алдын алғыңыз келсе, қызылша шырынының көмегіне жүгініңіз. Егер күніне бір стақан балғын дайындалған қызылша шырынын ішсеңіз, онда ми жасарып, жұмысы жақсарады. Әсіресе қан қысымы тұрақсыз жандарға таптырмайтын ем көрінеді. Бір стақан қызылша шырыны қан қысымын қалыпты ұстап, көңіл күйді көтереді. Егер біз ұсынған емді үзбей қабылдасаңыз, оң нәтижесін 6 айдың ішінде анық байқайсыз. Қызылша бауырдың жұмысын жеңілдетеді. Егер күніне 3 рет қызылша шырынын ішсеңіз, бауыр ауруының біржолата құтыласыз. Ал қалай ішу керектігіне назарыңызды салыңыз. Ем үшін күніне 1-3 стақан қызылша шырынын ішесіз. Оған қоса 100 грамм шикі қызылшаны үккіштен өткізіп жейсіз. Қызылшаның құрамындағы бетаин заты бауырдың жұмысын жеңілдетеді. Сонымен қатар өт жолдарына, асқазан ауруларына және сары ауруға керемет ем болып табылады. Бұлшықетті қалпына келтіреді. Қызылша шырыны бұлшықеттің ауруын басады, әрі қатайтады. Спортпен айналысатындарға күніне кем дегенде 200 грамм балғын қызылша шырынын ішуге кеңес береміз. Физикалық жаттығу, үздіксіз қозғалыс, ауыр зат бұлшықетке салмақ салады, ал оны қайта қалпына келтіретін бірден-бір ем қызылша шырыны болып табылады. Онкологиялық аурулардың алдын алады. Егер сізде онкологиялық аурулардың белгілері біліне бастаса, дереу қызылша шырынын ем ретінде қабылдауды әдетке айналдырыңыз. 7 күн үзбей ішіп, қайта тексеруден өтіңіз. Міне ғажап. Өз көзіңізге өзіңіз сенбейсіз. Өйткені қызылша шырыны сіздегі онкологиялық клеткаларды қалпына келтіріп, аурудың алдын алады. Шлактан тазалайды. Қызылша шырынының көмегімен ағзаны улы заттардан, шлактан тазалауға болады. Ол үшін аш қарынға 1-2 ас қасық қызылша шырынын ем ретінде қабылдаңыз. Арада 3 күн өтісімен-ақ кіші дәретіңіздің түсі өзгеріп, бауыр мен ішектің жұмысы жақсара бастайды. Нәтижесінде теріңіз жасарып, ағзаңыз шлактан тазаратын болады. Достар, қандай ем түрін қабылдамас бұрын ең алдымен дәрігермен кеңесіңіз. Және бұл видео сізге ұнаған болса, достарыңызға және жақын туыстарыңызға жіберулеріңізге болады. Қазақша арнаға қолдау ретінде арнама жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Видеоны соңына дейін көргендеріңіз үшін көп-көп рахмет. Сау болыңыздар.